Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жылдам дайын болатын жидек қосылған сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл бәлішті тапсырысқа, заказға жасай берсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Ыдысымызға осы сармай, секер, жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін 200 грамм ұнымызды және 1 жарты қасық чайный ложка разрыхлитель саламыз. Жақсылап тестімізді жасап алып, осылай салфанға салып, холодильникке 2 сағатқа немесе морозильникке жарты сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Осы уақытта начинкамызды дайындаймыз. Жұмыртқа, кукурузный крахмал, секер, творог, қаймағымызды салып, миксермен немесе блендер қолдануға болады. Миксер немесе блендер. Мен блендерледім. Дайын болған қамырымызды осылай жарты бөлігін астына, жарты бөлігін жанына салып шығамыз. Осылай банағы дайын болған салмамызды саламыз. Одан кейін үстіне жеміс жидек саламыз. Менде мына жерде вишня, замороженный вишня салсаңыздар болады.